Сәлем достар, біз бүгін өте тез дайындалатын рогалики дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға ұнды салып аламыз. Оның үстіне мұздатқыштан шыққан сары майды дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп істеп алыңыздар. Сары майды теркадан өткіземіз. Сары майды міндетті түрде ұнға батырып тұру керек. Барлық сары майды теркадан өткізіп болғаннан соң қолмен жақсылап араластырамыз. Сахарный пудра немесе қант саламыз. Жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне шым-шым тұз саламыз. 1 шай қасық разрыхлитель саламыз. Оның үстіне қаймақ саламыз. Ең алдымен қасықпен жақсылап араластырамыз. Осындай масса шыққан кезде қолмен араластырамыз. Бізде осындай өте жұмсақ теста шығуы қажет. Бетін жауып 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Тоңазытқыштан шыққан тестамызды екіге бөліп, шұқалап жайып шығамыз. Қалыңдығы осындай болып шығуы тиіс. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп бөліктерге бөліп алыңыздар. Салмасына шоколад, варенка немесе қант салсаңыздар да болады. Салмасына еш нәрсе салмасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Екінші тестаны да жұқа етіп жайып аламыз.
Бетіне қант сеуіп шығамыз. Рогаликтердің бетіне кунжут немесе мак сепсеңіздер де болады. 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Рогаликтеріміз дайын, өте дәмді әрі өте жұмсақ болып шыққан. Жасап көріңіздер. Instagram парақшамды жоғарыға белгілеп кетемін. Тіркелуді ұмытпаңыздар.